Саламатсыздар ма оқушылар? Біздер енді бүгін географиядан кезекті сабағымызды бастаймыз. Өткен сабақта біздер география пәнінен география ғылымының салалары тақырыбына тоқталған болатынбыз. Бұл сабақта біздер осы география ғылымының зерттеу салаларына тоқталдық. Енді бүгінгі жаңа тақырыбымыз географиялық зерттеу әдістерінің түрлері. Бүгінгі сабақ барысында біздер осы жаңа жерлерді ашқан саяхатшыларға, олардың өмірбаяндарына және қазіргі заманғы зерттеу әдістеріне тоқталып өтеміз. Қазіргі таңда бізге белгілі болып отырған географиялық нысандар, түрлі мәліметтер, бұлардың барлығы да осы үздіксіз жүргізілген географиялық зерттеулердің нәтижесінде жинақталды. Осы географиялық зерттеу әдістері өз ішінде бірнеше топтарға бөлінеді. Осының ішінде кеңінен қолданылатын әдістердің бірі далалық әдіс. Далалық әдіс бұл табиғат құбылыстарын бақылау, үлгілерді жинау, географиялық нысандарды сипаттау негізінде жүргізіледі. Жалпы далалық әдістерді географиялық алаңда немесе мектеп ауласында жүргізіледі. Көріп отырғандарыңыздай, далалық зерттеу әдістері өз ішінде екі топқа бөлінеді: экспедициялық зерттеулер және стационарлық зерттеулер. Экспедициялық зерттеулер деп отырғанымыз бұл алдын ала бекітілген жоспар мен маршрут бойынша ұйымдастырылады, және бұл көп жағдайда маусымдық экспедициялар ұйымдастырылып отырады. Стационарлық жұмыстар көп жағдайда бұл тұрақты жүргізіліп отырады. Әсіресе бұнда тұрақты жұмыс жасайтын бақылау станциялары, ғылыми лабораториялар, орталықтар негізінде жүргізіледі. Географиялық зерттеуде әдістерінің ішінде тағы да бір кеңінен қолданылатын әдіс бұл картографиялық әдіс. Бұл картографиялық әдіс картаны дерек көзі ретінде пайдалана отырып, картаны оқу, салыстыру, шартты белгілермен жұмыс жүргізу әдістері қолданылады. Картографиялық әдістер өз ішінде бірнеше салаға бөлінеді. Көріп отырғандарыңыздай, картометриялық талдау, графикалық талдау, статистикалық талдау, математикалық талдау, визуалды талдау. Енді осы аталған талдаулар сіздерге түсінікті болу мақсатында қазір бейнероликке назар аударсақ. Жер бетінің ауданы шамамен 150 шаршы километрге тең. Жер бетінде таулар, ормандар, мұхиттар, шөлдер және қалалар бар. Жердің бетінде тұрып, айналаны анық көру мүмкін емес. Сол себепті адамзат әлем мен оның ерекшеліктерін сурет арқылы көрсетудің түрлі тәсілдерін ойлап тапты. Картография немесе карта сызу жаңа тәсіл емес. Ерте кездегі үңгір ішіндегі суреттерден бастап, ежелгі Вавилондағы карталарға дейін, ұлы ашылулар кезеңінен 21 ғасырға дейін, адам баласы жүріп өткен жолын кескіндеп, бағыт-бағдар алу үшін картаны ойлап тауып пайдаланған. Негізінде карталар екі өлшемді сызбалар. Карталар таулар немесе жолдар сияқты географиялық орындарды көрсету үшін қолданылуы мүмкін. Карта жасауда оған түскен нысанның өлшемі нақты өлшемге тура пропорционал болатын масштаб қолданылады. Тақырыптық карталар түрлі географиялық мәліметті, мысалы халық саны мен тілдердің таралуын сипаттайды. Дәстүрлі карталар кеңінен қолданылса да, қазіргі карта жасау технологиялары әлемге жаңаша қарауға мүмкіндік береді. Әуеден және жасанды серіктерден түсірілген суреттер көмегімен
археологиялық мұралар мен беймәлім болып келген аралдарды да көруге болады. Жасанды серіктер көмегімен бүкіл жер сферасын көре отырып, жердегі өзгерістерге жыл мезгілдерінің, соғыстардың, ауыл шаруашылығының, халық санының және ормандардың қалай әсер еткенін бақылауға болады. Гидролокатордың көмегімен теңіз түбіндегі топографияны зерттей аламыз. Осы тәсілдерде қолданылатын масштабы кішірейтілген екі өлшемді суреттер әлемді анағұрлым толық зерттеп түсінуге мүмкіндік береді. Географиялық зерттеу әдістерінің тағы бір түрі теориялық әдіс. Теориялық әдіс көп жағдайда әдебиеттерге шолу статистикалық деректерді талдау негізінде жүргізіледі. Осы теориялық зерттеу әдістерінің де кеңінен қолданылатын әдістердің бір түрі бұл жүйелеу және жалпылау. Жүйелеу мен жалпылау бұлар жалпы бір-бірімен тығыз байланысты болып келеді. Жүйелеу нысанның элементтеріне тән ерекшеліктерін анықтаса, жалпылау нәтижесінде нысанның жалпы қасиеті анықталады. Сонымен қатар осы теориялық әдістердің ішінде тағы бір кеңінен қолданылатын бұл салыстырмалы географиялық әдіс. Жалпы бұл әдістің негізін қалаған неміс ғалымы әйгілі саяхатшы Гумбольдт. Бұл жағдайда көбінесе салыстырмалы әдісте белгілі бір ортақ қасиеттері бар нысандарды бір-бірімен салыстыра отырып талдайды. Сонымен қатар осы теориялық зерттеу әдістерінің ішінде тағы бір кеңінен қолданылатын бұл модельдеу әдісі. Модельдеу әдісі деп отырғанымыз, бұл жерде біз көп жағдайда үлкен географиялық нысанды көруге мүмкіндік туа бермейді. Мысалға, биік тауларды алатын болсақ, ол барлық жерлерде бірдей оны тікелей көруге мүмкіндік туа бермейді. Міне осындай таулардың кішігірім макетін, яғни моделін жасайды. Басқа да географиялық нысандарды, мысалы Жанартаудың моделі міне осы модельдеу әдісі де кеңінен қолданылатын әдістердің бір түрі. Географиялық зерттеулердің ішінде осы соңғы кезде кеңінен қолданысқа еніп жүрген бұл қашықтықтан зерделеу, яғни бұл аэрофото түсірілімдер, жер серіктері арқылы зерделеу жүргізіледі. Сабағымызды одан әрі жалғастыра отырып, көріп отырған бүгінгі сабаққа қатысты терминдерді дәптерге жазып аламыз. Сонымен қатар бұған дейін де айтып өткендей, әрбір географиялық термин жазу барысында жоғарыда атап өткен болмаса оқулық мәтінін пайдалана отырып, оның мағынасына мән беріп отырамыз. Бұл терминдерді жазып болғаннан кейін, мына жерде кесте көрсетіліп отыр географиялық әдістер. Бұл жерде мен екіге бөліп қойдым: дәстүрлі әдіс және жаңа әдіс деп. Дәстүрлі әдіске мысалы картографиялық картаны енді ежелден қолдан жасаған, ал жаңа әдіске әуе ғарыштық деп бір мысалдан көрсетіліп қойды. Енді осы кестені одан әрі жалғастырамыз. Мысалға бұл жерде дәстүрлі әдіске тағы нені жатқызуға болады, жаңа әдістерге нені жатқызуға болады. Осы кестені одан әрі толтырамыз. Берілген тапсырмаларды орындап болсақ, енді бүгінгі сабаққа кері байланыс жасағым келіп отыр, ойды жалғастыр. Яғни жазбаша жазасыздар. Бүгінгі сабақ барысында маған қызық болғаны, қандай мәлімет сіздер үшін қызық болды? Менің түсінгенім, бұрын білмей жүріп өзіңе жаңалық ретінде түсінгенің, маған қиын болғаны, яғни осы сабақ барысында сабақты түсінуге қандай қиыншылықтар немесе жалпы енді терминдер мен басқа да жаңа сабақ барысында қандай қиындықтар болды. Және келесі сабақта алдағы уақытта білгім келетіні, бүгінгі тақырыпқа қатысты алдағы уақытта тағы қандай мәліметтерді білгім келеді. Осыны жазасыздар. Үй тапсырмасы ретінде мына жерде жаңа зерттеу әдістеріне қатысты тапсырма беріп отырмын. Далалық зерттеу әдістерінің ерекшелігін түсіндіресіздер. Ауызша немесе жазбаша орындауға болады.
Атластағы тақырыптық карталарды немесе заманауи электронды карталарды пайдалана отырып Қазақстанның қай бөлігінен ірі су көздері ағатынын анықтайсыздар. Және келесі тапсырма теориялық зерттеу әдістерінің маңыздылығын түсіндіріңіздер. Осы аталған тапсырмаларды жазбаша немесе ауызша орындайсыздар. Жақсы оқушылар, енді біздің осы бүгінгі сабағымыз өзінің мәресіне келіп жетті. Енді осы сабақтан кейін сіздерге бүгінгі өткен тақырыпты, яғни екінші тарауда географиялық зерттеу әдістерінің түрлерін тағы бір қайталап, бүгінгі сабақ барысында өткен саяхатшыларды еске түсіріп, сонымен қатар үйге берілген тапсырманы мұқият орындауларыңызды сұралады. Сау болыңыздар.